Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыздар, Instagram арқылы қалай табыс табуға болады, және де 2 айдың ішінде қалай блогер болу құпияларымен бөлісетін боламын. Алдымен осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Алдымен өзімді таныстыра кетейін. Мен Instagram арқылы табыс табатын SMM маманы және де блогермін. Және де ең ауқымды, ең танымал проекттерінің бірі блогер бол марафоны. Осы марафон арқылы 150-ден астам табысты және де танымал блогерлерді оқытып шығардым. Осы Instagram арқылы табыс табуға келсек, көп адамдардың ойынша бұл пирамида, маркетинг, зат алу, зат сату. Осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, Instagram арқылы табыс табу мүмкін екеніне көзіңіз толықтай жетеді. Ал енді өзіме тоқталайын. Міне менің Алима ТВ қазіргі парақша. Маған айына 100 мыңнан астам табыс алып келеді. Яғни блогерлер қалай табыс табады деген сұрақ қазір сізге келеді, я? Мен сізге айттым, мен өзім SMM маманымын. SMM маман дегеніміз, Instagram барлық фишкаларын білетін, жаңағы пост жаза алады, сторис түсіре алады, осының барлығын жасайды. Мысалға, бір кісіде донер сататын асханасы бар делік, немесе сөмке сататын, киім сататын дүкені бар. Instagram қазір сату алаңы. Бірақ оның Instagram'ды жүргізуге уақыты жоқ. Сондықтан ол Instagram жүргізе алатын, оған клиенттерін көбейтіп беретін, оған подписчиктерін көбейтіп беретін, парақшасын каждый день жүргізіп отыратын SMM маманын жалдайды. Осылай SMM маманы болу арқылы 5 парақшаны бір айда жүргізсеңіз 250 мың теңге табып аласыз. Осы SMM маманы болу бақ. Ал келесі ол екінші мамандығым, ол копирайтер мамандығы. Копирайтер мамандығы біреулер айтады, мен тіл маман емеспін ғой, мен пост жаза алмаймын ғой деген сияқты айтады. Ал кейбіреулері бұл жерде не қиыншылығы бар деген сияқты ой пікірлер таласып жатады. Негізінде қараңыз, мысалы, сіз торт пісірумен, пипай пісірумен айналысасыз, сіз мастер-классқа барасыз, оны оригинал рецептін білу үшін, не қосу керек екен, майталманнан білу үшін мастер-классқа көбісілері барып жатады. Бұл копирайтер мамандығының да, Instagramның да өзінің оқуы бар. 2-3 жыл бұрын біреу Instagramның оқуы бар деп айтса, бәріміз күлуші едік. Ал қазір SMM-нің, Instagramның қайнап тұрған заманы. Осындай сұрақтар көп келеді. Сендердің жұмыстарың ертең жоқ болып кетсе, сендер жұмыссыз қаласыңдар деген сұрақтар. Негізінде бұл сұраққа мен жауап берерін. Instagram мен Facebook'тың бастығы бір кісі, және де оның айлығы қанша миллиард оборот жүріп жатыр. Ол Instagram'ның сондай администраторларына бәріне ақша береді. Өзі де қаншама миллиард ақша тауып отыр. Және де осыншама обороты бар компанияның бір мезетте жабылып қалуы мүмкін емес. Instagram жабылатын оңай дүние емес, платформа емес. Бұл табыс бар платформа деп айтар едім. Және де қазір карантин болып жатыр. Барлық адамдар жұмыссыз қалды, көп адамдар. Және де Instagram арқылы мен, мысалы, үйде отырып Instagram'да реклама жасау арқылы, көп жұмыстар жасау арқылы өзімнің табысымды тауып жатырмын. Және де 2050 жылы, 2025 жылы деп айтып отыр маркетологтар. Жұмыссыз адамдар көп болады екен. Неге? Өйткені олардың барлығын боттар алады. Мысалы, қазір телефонда да адамдар отырмайды, боттар алады. Барлығы боттарға көшеді. Яғни барлығы электронды түрде интернет арқылы ғана жұмыс жасайды. Бұл өте керемет мүмкіндік. Қазірден бастап осы салаға қарай бұрылсаңыздар, ертең сіздерге қайта пайда болады. Бұл қайта жойылатын емес, ең қайта керекті мамандық болып жатыр қазір. Қазір барып, мысалы, мәжіліс жоғарыдағы депутаттардың өзі де қазір онлайн жиналыс жасап жатыр екен. Сондықтан қайта Instagram'ның өшетін қазір нәрсе емес екенін айтқым келеді. Копирайтер мамандығының да оқуы бар.
Және де тағы да бренд визуализатор болып табыс табуға болады. Бренд визуализаторы мысалы бір кісінің тағы да дүкені бар, я той көйлектерін сататын. Сізде уже 30 мың 20 мың оқырманыңыз бар, активный олар, сізді қарайды, стористеріңізді, ахваттарыңыз өте көп. Және де ол сізге жазады, дайректке немесе сізге жазады да, сіз менің амбассадорым боласыз ба деген сияқты. Сіз ол көйлектерді киесіз, оқырмандарыңызға айтасыз, реклама жасайсыз, яғни ай сайын, күн сайын барып жасап отырасыз, және сіз ол лицосы боласыз. Соны жарнамалау арқылы табыс табасыз. И бренд визуализаторлары, амбассадорлар 500 мыңнан миллионға дейін айына табыс табады екен. Және де блогерлердің блогерлер көбінесе үйде жатып ақ реклама жасау арқылы табыс тауып жатыр. Инстаграмның негізінде табыс табатын фишкалары өте көп, 200 мыңнан асып жатыр. Және де мен сіздерге қазір керемет нәрсе айтқым келіп тұр. Жаңа көрдіңіздер, мен 50 мың қазір оқырманым бар. YouTube арқылы да табыс тауып жатырмын қазіргі күнде. Және де мен өзімнің нәтижемен мақтан айтам әр жерде. Мінекей мынау менің 66 подписчигім кезіндегі суретім. Мынау қазіргі парақшам. Екеуінің айырмашылық қарап отырсақ жер мен көктей, бірақ та екеуінің арасы тек қана 2 ай. Мынаны мен 2020-ның бастадым. Қаңтардан өте бастадым. Мінекей осындай кезінде 66 подписчик болды. Қазір 50 мың, құдай қалап 50 мың болып отыр. Яғни мен осы күнге дейін жинаған орыс SMM-шіктерінен, осы орыс бренд визуализаторларынан білім алдым. Өйткені қазақтарда әлі күнге дейін аз, әлі күнге дейін орыстардыкіндей білім жоқ. Себебі орыстарда 100 мыңнан астам бренд визуализаторлар, SMM-шіктер бар, ал қазақтарда санап отырсақ олар 1000-ға да жетпейді екен. Сондықтан бос ниша тұр, 0,0-ден 25 қана пайызды алып отыр. Ал Америкада 44%, олар уже онлайнға көшіп кетіпті. Ал орыстар 2%, ал біздікі әлі пайызға жетпей отыр, 0,0-ден 25%. Сондықтан бос тұрған нишаға қарай бағыттауымыз керек деп ойлаймын. Мінекей мен осыншама нәтижеге жеттім. 2 айдың өзінше қаншама нәрсе сараптадым, қаншама марафондарға қатыстым, қаншама сіз сияқты менің жолым болған жоқ, түсінбедім түкті де. Мінекей осылай күндерім өтті. Содан соң мен орыстардан білім алуға кірістім, Ресейден, иә. Және нәтижесі болды. Барлығын сараптай келе мен өзім 7 күнлік онлайн марафон жасадым. Блогер бол деп аталады. Ол жерде мен 2 айдың ішінде осыншама нәрсеге өзгерттім. Мына жерде қыздарымның парақшаларын көре аласыздар. Бұл 1 күннің ішінде, мынау менің марафоныма дейін, мынау менің марафоннан кейін, бір сабақ өткеннен кейін өзгеріс. Яғни бұл марафон реально гарантиясы бар, тек қана жұмыс жасайтын техникалар қолданылатын, табыс табуға жол сермейтін, блогер болуға көмектесетін марафон. Мен өзім не қолдандым, орыстардан не үйрендім, Ресейден, иә, соның барлығын сіздерге осы марафонда үйретемін. Яғни бұл 2020-ның трендтері, YouTube блогер қалай болуға болады, маған көбісі жазып жатыр комментарийма, иә, қалай осылай аваңа фото қойдың деп. Бұның барлығын Инстаграмда қалай көп 50 мың подписчикті 2 айдың ішінде жинадым. Актуальнылар жасау, пост жазу өнері, сторис мейкер, қалай стористі әрлеуге болады, қалай көп подписчик жинауға болады, YouTube'ты қалай дамытуға болады, барлығын мен небәрі 500 теңгеге 7 күнлік онлайн марафон жасап отырмын. Сонда бір күні 70 теңгеден ба, білмедім, осыншама шығып тұр. Және де бұл жерде мен қаншама күнім, түнім видеоуроктармен, бұл 7 күн бойы прямой эфир болады, жабық парақшада өтеді, және де 40-тан астам видеоуроктар Telegram каналға жібереміз. Бұл жерде мен түсінбей қалдым деген. Арзан, бірақ керемет сізге әр потокта аз ғана адам аламын.
Инстаграмның жеке брендті қалыптастыру, оған қалай адамдар шақырамыз. Мысалы, мен марафоныма өзімнің адамдар шақырып жатырмын. Қалай адамдарға мен бренд боламын деп айтамыз, қалай оқырман жинаймыз, қалай өзімізді сата білеміз, қалай марафон жасап жатсаңыздар, қалай марафоныңызды сатасыз, қалай YouTube ашасыз, қалай танымал боласыз, қалай подписчик жинайсыз, барлығын не қолданып, соның барлығын 40 одан да аса видеоурок ретінде жіберемін. Сондықтан марафонға келуге сіздерді шақырамын. Бұл әр дүйсенбі күні басталатын марафон, бірақ та 500 теңге болып тоқтамайды. Уже келесі потокта, 2 потоктан кейін бұның бағасы қымбаттайды, алдындағы баға болады. Сондықтан Алима ТВ парақшасына инстаграмнан жазып, Алима ТВ парақшасына толық ақпаратты біле аласыздар. Күн сайын прямой эфирге шығам, күн сайын сторис түсіріп отырам. Содан соң тағы да описаниеда менің WhatsApp сілтемем бар. Сол номерге жазу арқылы, немесе инстаграмдағы дайрегіме жазу арқылы осы марафонға қатыса аласыздар. Марафонды күтем, енді нәтижесі бар мүмкіндік болып тұр сіздерге, не бар 500 теңгеге. Бұл 2 потоктан кейін қымбаттайтын дүние, сондықтан да үлгеріп қалыңыздар дегім келеді. Сіздермен бірге болған мен, Алима. Каналыма жазылып, осы видеоға лайк басып, жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.